Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасын қадірлеу деп аталады. Сабақта сіздер жалпы адамзаттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып, отбасында мейірімді, адал болуға және қадірлеуді түсінетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі. Ата-ананың қадірін білмеген ел қадірін біле алмас, ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Дәйек сөздің негізгі ойы неде деп ойлайсыздар? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Бүгінгі сабағымызды толық түсіну үшін келесі видеороликке назар аударайық. Жылуан өзенінің бойында кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың қартайғанда тапқан Есен деген жалғыз баласы болыпты. Есеннің әкесі отбасын асырау үшін күнделікті дарияға ау салып, нәпақасын сонымен табады екен. Ал анасы болса, бақшалық жердің басына барып, күн ұзаққа кетпені қолынан түспейтін болыпты. Есеннің өзі бұғанасы қатпаған жас бала болғандықтан, бір мезгіл үй жұмысын істеп, ал енді бір мезгіл ауқаттан артылған балықты көше базарына барып сатады екен. Осылай жүргенде бір күні ұйқыға кетер алдында Есенге тойсын ой келіп, оны дереу қағазға жазып, анасының жастығының астына салып қояды. Азанда анасы төсегін жинап жатқан кезде бір қағаз тауып алады. Онда жазылғаны мынау екен. Анасының Есенге күнделікті беретін ақшасы: бақтарды тазалаған үшін 50 теңге, отын жинаған үшін 30 теңге, тіл алғыш бала болған үшін 50 теңге, от жаққан үшін 50 теңге, барлығы 180 теңге. Кешке Есен базардан келсе, анасы сұраған ақшасын дайындап қойыпты. Алайда анасы ақшалардың жанына бір жапырақ қағазды да қалдырыпты. Онда былай деп жазылды екен: Есеннің анасына беретін қарызы: осы үйде өткізген 10 жыл бақытты өмір үшін ештеңе, 10 жыл ішінде ішіп жеген үшін ештеңе, ауырған кездегі бағым күтім үшін ештеңе, жақсы ана болған үшін ештеңе, барлығы ештеңе. Қағазды оққаннан кейін Есен ұялғаннан қатты қызарып кетіпті. Содан соң бақшада жүрген анасына барып, кешірім сұрап, ақшасын қайтарып беріпті. Бір жігіт әйелі құлағын жей бергеннен кейін әкесін қапқа салып, алыс тауға апарып тастайды. Әкесіне: кешір, жағдай осылай болып қалды. Сені үйдегілер жақтырмай жатыр. Ал мен балаларымды қайтып тастаймын, дейді. Әкесі оның халін түсініп: еш нәрсе етпейді балам, бара ғой. Тек мына қапты өзіңмен ала кет, деп қапты ұсынады. Баласы: ой жарықтық, мұның маған керегі не, дейді. Сонда әкесі: ұлым, сен қартайып, балаларыңа керексіз болмай қалғанда, осы қаппен сені де осында жеткізеді, деген екен. Балалар, бейне көрсетілім ұнады ма? Есеннің әрекетін қалай бағалайсыңдар? Есеннің анасынан кешірім сұрауына не себеп болды? Өзің анана қалай құрмет көрсетесің? Әкене қандай қызмет етесің? Адамның жеке басының алғашқы дамуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Отбасы адам баласының алтын діңгегі. Өйткені адам баласы ең алғаш рет дүниеге келген сәтінен бастап, осыдан ер жетіп отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да отбасы адамзаттың аса қажетті, әрі қасиетті алтын мектебі. Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Өйткені ата-ананың балаға деген тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алмайды.
Бүгінгі сабағымыздан алған білімдеріңіз бен түйген ойларыңызды бекіту үшін шығармашылық тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Ұлы адамдардың ой-тұжырымдарын оқып, отбасы өнегесі туралы пікірлеріңізді ортаға салып айтыңыздар. Екінші тапсырма. Мақал-мәтелдерді жалғастырып жазыңыздар. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын сәтке де келіп жеттік. Отбасы адам баласының өте жауапты жанұясы. Себебі отбасы адамға бақыт, жылулық, мәнді тыныс әкеледі. Сондықтан да отбасымызды қадірлей білейік.